Сәлем баршаңызға, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін сочный, тойымды, отбасыларыңыздың сүйікті тіске басарларына айналатын оңай чебурекидің әзірлеу жолымен бөлісетін боламын. Видеомды міндетті түрде соңына дейін қарап, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше рецептімізді бастайық. Ең алдын ала еліктен өткізіп дайындап алған ұнымызға өсімдік майын құйып, араластырып, оның үстінен ыстық суымызға бір ас қасық тұзымызды салып ерітіп құятын боламыз. Енді орташа қаттылықта қамыр илейміз. Мен өзіме осылай ыңғайлы етіп коврикке илеп алдым. Қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай дайын. Енді дайын болған қамырымызды пакетикке салып 20 минутқа тындырып қоятын боламыз. Арада 10 минут өткенде қамырымызды тағы да бір қайтара илеп, қайта пакетикке салып аламыз. Сонда біздің қамырымыз жақсы, жылтыр, бір тегіс болып жайылып шығатын болады. Осы аралықта салмасын дайындаймыз. Менде тартылған ет және де пиязымызды дәл осылай видеодағыдай майдалау етіп турап алдым. Содан соң дәміне қарай қара бұрыш, тұзымызды салып, егер де фаршыңыз майлы болмаса, аздап өсімдік майын қоссаңыздар да болады. Содан соң барлығын осылай бір келкі етіп, жақсылап араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай салмамыз да дайын. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын, сонда өтіп қарасаңыздар болады. Енді қамырымызды алып, видеодағыдай дөңгелететін боламыз. Ыңғайлы пішінге келгеннен соң қамырымызды орташа майда бөліктерге бөлеміз. Бөлінген қамырларымызды жаюға ыңғайлы етіп, осылай дөңгелек пішінге келтіріп, пакетигімізге салып отыратын боламыз, немесе бетін жауып қоюға да болады. Сол кезде біздің қамырларымыз кеуіп кетпейтін болады. Мінекей енді қамырларымызды дәл видеодағыдай етіп, жұқалықта жайып алатын боламыз. Достар, менің арнамда көптеген қолжетімді заттардан жасалатын үй жағдайындағы дәмді тіске басарлар, пирогтар және де оңай салаттардың рецептілері бар. Міндетті түрде арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін баса кетуді ұмытпаңыз. Осылай маған қолдау білдіріп, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді аз да болса қоса кетіңіз. Мінекей барлық қамырларымызды дәл осылай жайып аламыз. Содан соң енді чебуректерімізді түйіп шығатын боламыз. Осылай бір ас қасықтан чебуректерімізді қамырымызға орналастырып, бір тегіс етіп жайып алғаннан соң жан-жағын дәл осылай нығыздап басып шығамыз. Бұл процесс біздің қазір чебуректеріміз ыстық майға түскен кезде ажырап кетпес үшін. Мен жанын дәл осылай арнайы кескішпен сәндік мақсатта кесіп алдым. Оны жасау сіздерге міндетті емес, сіздер шанышқымен де басып шықсаңыздар болады. Ең бастысы сіздің чебуректеріңіздің жан-жағы ажырап кетпеу қажет.
Мінекей барлық чебуректеріміз дайын. Дәл осы аралықта майымызды қыздырып, орташа отқа қойып қоятын боламыз. Содан соң дайын болған чебуректерімізді екі бетін қатты қызартпай, орташа баяу отта қуырып алатын боламыз. Құрамы өте қолжетімді заттардан тұрады. Жасалу жолы да көріп тұрғандарыңыздай өте оңай. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Отбасы мүшелеріңізге толықтай ұнайтынына сенімдімін. Осылай видеодағыдай екі бетін қатты қызартпай қуырып алатын боламыз. Мінекей чебуректеріміз дайын. Дәл осы күйінше ыстықтай дастарханға ұсына берсеңіз болады. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, арнамды жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін баса кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.